Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мясо по-тайски дайындаймыз. Мен гарнирге күріш алдым. Ең алдымен етімізді ұзын шағып турап маринадтаймыз. Оған тұз, бұрышымызды салып және соевый соус құясыздар да бір 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Оған дейін күрішімізді суық суға салып қоямыз. Біздің етіміз маринадталып күрішіміз дайын болғанша осылай көкөністерді ұзынша етіп турап алып дайындаймыз. Мясо по-тайскиға бізге пияз, бұрыш, тәтті бұрыш және қияр керек. Күріштің бір-біріне жабыспай өте күймей піскенін қаласаңыздар, ең алдымен осылай сұйық майға тұз қосып қуырып алыңыздар. Сол кезде күріштеріңіз өздері асып жетті, сондай болып күшті піседі. Кішкене қуырып болғаннан кейін үстіне суық су құйып, күріштен асып тұру керек, суымыз бетін жауып, шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Сосын астын өшіріп, қайтадан осылай араластырып, бетін жауып қоясыздар. Сол кезде күріштеріңіз өте дәмді, асып жетті, және де бір-біріне жабыспай жақсы піседі. Енді етімізді қызып тұрған майға сушеный чеснок қосып қуырамыз. Ет тез піседі, себебі ол соевый соусты маринадталған. Етіміз қуырылған соң бетіне пияз салып, тағы да араластырып, жақсылап қуырамыз. Енді үстіне тәтті бұрышымызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша приправа қоссаңыздар болады. Ең бастысы бұрыш, тұз қоссаңыздар болғаны. Енді осылай қиярымызды саламыз. Қиярда біз пісіп қалған кезде салу керек. Сол кезде жұмсақ болмайды. Біздің мясо по-тайски дайын. Міне күрішіміз өте асып жетті, өте дәмді болып пісті. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.